Бәріне сәлем, керек арнасының көрермендері. Шаурманы жиі тұтынудың зияны туралы білесіз бе? Шаурма тез дайындалатын тағам түріне жатады. Бұл тағамның дәмді әрі бағасы да қымбат емес болғандықтан көпшілігі жиі тұтынып жатады. Әсіресе жастар қауымы. Түрлі дәмдеуіштер әсерінен бір жеген адам өзіне қайта тартып тұратыны да белгілі. Дегенмен, ашығып тұрғанда тез дайын болатын қасиетімен және дәмі тіл үйретіндігімен, уақытша тойымды екенімен ерекшеленетін бұл тағамның адам ағзасына берер әсері жайлы көпшілігі біле бермейді. Ендеше осы тағамның сапасы мен құрамы жайлы біле жүргеніңіз артық болмас. Шаурманың құрамында майлар мен консерванттар көп қосылғандықтан тағамның пайдасынан гөрі зияны басым. Әр кезде тұтынатын адамдардың денсаулығына айтарлықтай зиян әкелмеуі мүмкін. Алайда жиі тұтынатын болсаңыз, ойланып көргеніңіз дұрыс. Себебі шаурманы жиі қолдану семіздік, асқазан, жүрек қан тамырлары аурулары, қант диабеті және тағы да басқа түрлі ауруларға алып келуі мүмкін. Тез тамақтанудың кесірінен ас қорыту қызметі қиындайды. Сол себепті жоғарыда айтылған жағдайлар тек шаурмаға ғана емес, лаваш, гриль, сэндвич, жалпы фастфуд тағамдарына да қатысты. Яғни жылдам әзірленетін тағамдарға түгелдей қатысты. Әсіресе балаларды мұндай тағамдарға үйретпеген дұрыс. Ең абзалы үйде дайындалатын тағамдарды тұтынғаны дұрыс. Тағамның құрамынан бөлек қандай жерде дайындалып жатқанына да көңіл бөлу қажет. Себебі мұндай нысандардың көпшілігі тексеруге жатпайды. Нысандардың және өнімдердің қауіпсіздігіне кәсіпкерлер жауапты. Сондықтан ол жерде пайдаланылатын азық-түлік өнімдерінің қауіпсіздігін растайтын құжаттарының бар жоғын, жалпы нысанның санитарлық тазалығына мән бергеніңіз жөн. Егер өнім сапасы қандай да бір күдік тудырса, сатушыдан өнімнің қауіпсіздігін растайтын құжатты сұрауға құқылысыз. Сіздермен болған керек арнасы біздің арнаны қарай жүріңіздер.